Қайырлы күн, құрметті қала тұрғындары. Жалпы 16 шағын аудан бойынша көптеген ұсыныстар түсіп жатыр. Мына жол мәселесіне сәйкес қазіргі таңда мердігер мекеме анықталды, бірақ жобалау кезінде осы заңсыз жатқан құбырлар, инженерлік инфрақұрылымдар анықталды. Сондықтан да сол мәселені қазір реттеу мақсатында жобаны нақтылау өтіп жатыр. Сондықтан да біз қазір мердігер мекемеге тапсырма бердік. Әзірге осындай жолдарды дайындық жұмыстарын жүргізіп, заңды объектілер, заңсыз объектілер бар, соны реттеу жүріп жатыр. Енді көптеген әлі де құрылыс объектілер салынып жатыр. Сондықтан да мына барша мекемелерге біріншіден уақытша заборларыңыз болса, дұрыс күйде ұстау керек. Себебі мынау қаланың қасбеті сынып тұрған, қисайып тұрған заборлар емес, дұрыс заборлармен қоршау керек, және де паспорттар болу керек. Қазір сіздерге баршаңызға уведомление беріледі, хабарлама. Егер орындамаған жағдайда жауапкершілікке тартылатын болады. Барлық мекемелерге үлкен ескерту.